Внимание, говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Соғыс деді естідіңдер ме? Сұмдыға енді қайттық. Күніміз не болар екен? Не басуларым сүйіп өскен әсем гүлің құшаққа жиып өскен аққу құстың бейнебір баласындай сұлу сазды жастықтың күйін кешкен Әлия батыр қызы сен халқымның, Әлия ару қызы сен халқымның, елге қоса кең далаңның. Анашым қарным ашты. Қашан бітеді мына соғыс? Қашан әке мен ағаларым келеді? Құлыным-ау, бітеді соғыс бітеді, шыдашы. Әкең, ағаларың әлі жеңіспен оралады. Дүниедегі бар тәттіні саған әкеледі. Балмызды ақпа, тәтті нан ба, бәрін саған әкеледі. Бұйырса жеңістің туы желбірейтініне сенімім мол. Қашан бітеді мына соғыс? Жақында бітеді, жақында. Не мынау, қара қағаз ба? Мынаны қарашы, ұлымдан қара қағаз келді. Көзімнің қарашығындай жалғыз ұлымдан айырылдым. Енді қалай өмір сүремін? Сенің қағазға сенбе. Сенің ұлың әлі оралады. войскам Красной Армии и военно-морскому флоту.
8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, это честь. Көз жетпес далам, ел жетпес едім, арнайды әнін жауынгер ұлым, жау шапсат саған, жас жаным құрбым, о далам менің, о елім менің, қазақтың елі, қазақтың жері, береке қонған ұлы отан, асқар таулары, өзен көлдері, жаныма қымбат ұлы отан. Шиgar dalma ağaçları sorgultum an özün üstünde. Geldi özünge geldi Katyusha kız, gelip durdu özü jarına. Geldi özü